Сәлем. Ең біріншінде айтпай тұрып, мен айтқым келгені бұл осы. 2 аптадан бұрын мен осындай контент түсірген болатынмын, және жаңа видеоны істеуге қолға алдым. Ендігіде бұл видеода мен өзімнің ескі анимацияларымды алып, оларды қайта жасаймын. Иә, біз қайтадан сурет саламыз, анимация жолын көресіңдер. Айтқандай, прогрессті көреміз. Ең бірінші алған мультфильмім ол 18-ші серия, 4 жыл бұрын. Бұл серия туралы айтсақ, 2 ағайынды бір кітап тауып алып, біреу повар болам деп шешіпті. Енді ең басын жасап жатқанда таймлапс түспей қалыпты, сонда ортасына түсірген екен. Жасау барысына айтсақ, маған кішкене ұнамайды. Сонда да мен бұл қайта жасауды сәтті шықты деп ойлаймын, өйткені бұны жасау барысында мен өзімнің стилімді өзгерттім. Сосын әр кадрда әртүрлі болу үшін, әдемі болу үшін фонға қатты назар салдық десек болады. Сондықтан мен бұл анимацияны әдемі шықты деп ойлаймын. Екінші салат ол 11-ші серия, ол да 4 жыл бұрын. Енді бұны жасаған кезде өткен видеодағыдай, анимациядағыдай фонға қатты назар аудардым. Олардың әдемі болып, жақсы болып көруіне назар салдым. Суретті де жақсы салуға тырыстым. Негізінде маған онша қатты ұнаған жоқ, бірақ жақсы шықты деп ойлаймын. Тағы бір серия, 20-ші серия, бірақ оны видеоға қосам деп ойламаймын. Себебін қазір көресіңдер. Қоспайым дедім, бірақ мен жасап қойдым. Сондықтан мен білмеймін не істеу керек екенін. Сонымен мен 2 ескі анимациямды қайта өңдедім. Демек видео бітті. Сау болыңдар.